Сәлеметсіздер ме оқушылар, әдебиет оқу сабағын жалғастырамыз. 85-ші сабақ, сабағымыздың тақырыбы алуан түрлі ағаштар. Қоршаған орта бөлімі. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересің. Қай ағаштың жапырағы? Қайың, бірінші суреттегі, екіншісі терек, алма ағашы, қарағай. Түсініп оқы, ағаштың пайдасы. Ағаш көмір қышқыл газын сіңіріп оттегі бөледі. Ағаш ауаны тазартады дегенді естіген боларсың. Дүниедегі нағыз байлық жасыл желек ағаштар. Адамдарға да, жануарларға да ағашсыз өмір сүру мүмкін емес. Ағаш топырақтың құнарын арттырады. Егістікті желден, суықтан сақтайды. Адамды, жануарларды ыстықтан, жел мен шаңнан қорғайды. Ағаш құрылыс және жиһаз материалы. Ол жануарлардың мекені, айналаның көркі. Сондықтан адамдар жыл сайын үй маңынан мектеп ауласына ағаш егеді. Асия Біржанқызы. Анықта, ағаш пен сенің оқулығың қандай байланысы бар? Оқулық парақтары ағаштан жасалған. Айналаңнан ағаштан жасалған заттарды анықта. Парта, орындық, тақта, есік, терезелер, сөрелер, шкаф, тағы басқа заттар ағаштан жасалған. 4-ші тапсырма, алманың гүліне еніп өлеңді оқы. Алма көшеті. Балтабай Тәжімбет. Көшетімін алманың, жерге тамыр байладым. Ұмытшақ боп жүрмесен, су беріп қой шөлдесем. Өсіп алсам күн ертең, болам сая көлеңкен. 3 жылдан соң сен үшін даяр болам жемісім. Достарың кеп жатқанда ұсынасың тәтті алма. Көшет жерге отырғызылатын шыбықты айтады. Жаңылтпашты жағылмай оқы. Аулаға ағаш тіктік, он тік, бәрін бір қатар қылып, тік. Құра. 6-ші тапсырма, сурет бойынша әңгіме құрап жаз. Нұрлан ағаның ауласы ағашқа толы. Бала кезімнен тау тастар алып шөптің ағаштың неше түрімен таныс болдым. Әлі есімде, 3-ші сыныпта оқимын. Балалармен таудан алма ағашын көріп, тамырмен қазып алып, аулаға келіп ектім. Оны аялап күтуді әкем үйретті. Қазір ол жемісі бар үлкен ағаш болды. Мен жемістен астым. Ол 60-тан асты. Ағаш егу осылай басталады. Кейін 20-30 түп алма ағашы отырғыздым. Олар да жемісі беріп жайқалып тұр. Қорытындыла. 7-ші тапсырма, адамзат тіршілік үшін ағаштың қандай пайдасы бар? Жер бетіндегі барлық тіршілік иелері ауаны қажет етеді. Фотосинтез барысында ағаштар көмір қышқыл газын сіңіріп, оттегіні шығарады. Ағаштар адамдарды тамақпен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар оның көмегімен көптеген дәрі-дәрмектер дайындалады. Үйге тапсырма, өзің тұрған аймақта өсетін ағаштардың атын жаз. Біздің аймақта алма ағашы, өрік ағашы, шие ағаштары өседі.